Үміт пен сенім. Бұдан 15 жыл бұрын болған оқиға. Жаңадан отау құрған екі жастан отбасылық өмірді қызық көріп, болашаққа үлкен мақсат қойып жүрген кездері. Жары Кәусәрдің құрсағында 6 айлық бала бар еді. Жұбайы Тасқын екеуі жарық дүние есігін ашар сәті жақындаған сәбилеріне арнап, үйлерінен арнайы бөлме дайындап, безендіріп, ішін жаңа жиһаздармен толтырып, әлде қашан әдемі киім-кешектер, ойыншықтар сатып алып қойған. Бірде Тасқын қызметте жүрген сәтінде Кәусәрдің күтпеген жерден толғағы қысып, жақындары жедел жәрдеммен алып кеткен еді. Енесі жол бойы, әлі айы күні жетпеп еді ғой, бұл қалай? Құдай, пәле жаладан сақтай көр, деп тіленумен болды. Бұлар жансақтау бөлімінде ұзақ сағаттарын өткізді. Ақырында дәрігер Тасқын мен анасын жеке шақырып алып, суық хабарды жеткізді. Өкінішке орай, баланы аман алып қала алмадық. Сәбиді аман алып қаламыз деп тырысқанымызда әйеліңізден айырылып қалар едік. Қолымыздан келгеннің бәрін жасадық. Бұл жағдайдан соң Кәусәр біразға дейін өз-өзіне келе алмай жүрді. Тасқын барынша жарына қолдау білдіріп, жанынан табылды. Арада 4 жыл өтті. Кәусәр бала көтере алмай қиналып жүрді. Екеуі медициналық тексерістен өтіп, дәрігер Кәусарға біраз ем-дом шараларын жүргізуді міндет етті. Бұл емделуден ешқандай нәтиже болмаған соң, елдегі мықты деген біршама клиникалардың табалдырығын тоздырды. Бақсы-балгер аралап, қасиетті жерлерге барып, ата-бабаларының басына түнеді. Тасқынға өз інісінің екінші ұлын асырап алу туралы ой келген еді. Әке-шешесі, біреудің баласы біреуге бала болмайды, Құдайдан үмітіңді үзбе, деп ақылын айтқан болатын. Сөйтіп жүріп тағы да 3 жыл өтті. Кәусәр түнімен жылайтын әдет шығарды. Тасқын білдіргісі келмегенімен іштей қиналып жүрді. Кәусәр Тасқынға бағыңды байламайын, ажырасайық деп бірнеше рет ұсынды. Тасқын енді естімейтін болайын деп қабылдамаған еді. Оның жақындары келіндеріне ашып айтпағанымен Тасқынға: балам, аз уақыт өткен жоқ, мүмкін айырылысқандарын екеуіне де дұрыс болар. Біз де жас емеспіз, көзіміздің тірісінде немере көргіміз келеді, деп ой салған болатын. Бірақ Тасқын бұл ұсыныстан бірден үзілді-кесілді бас тартты. Екеуінің шаңырағын сақтап тұрған бір-біріне деген махаббаты, сыйластығы еді. Алда тағы бір шырақтың жағыларынан екеуі де үміттерін үзбеді. Тасқын 5 уақыт намаз оқуды бастады. Шаңырақ құрғандарына 10 жыл толғанда ағайын туыс, дос-жарандарын шақырып, кішігірім отырыс өткізген еді. Сол отырыстың қызған шағында Кәусәр сүйікті жарына қуанышты жаңалығын жеткізді. Кәусәрдің құрсағында нәресте біткеніне 3 ай толыпты. Тасқын мен жақындарының қуанышында шек жоқ. Аллаға сансыз шүкір етті. Осы күннен бастап Кәусәрдің қасынан шықпай, бар жағдайын жасаумен болды. Бірақ ол денсаулығы жиі нашарлап, көп уақытын ауруханада өткізетін. Дәрігерден балаға қауіп төніп тұр, алдағы жағдайы белгісіз, барынша жақсы күтім қажет дегеннен басқа жақсы сөз естімейтін. 8 ай толғанда жолда кетіп бара жатқанында Кәусәрдің толғағы басталды. Бірдене болып қалама деп ауруханаға жеткенше әбден зәресі ұшты. Ұзаққа созылған толғақтан соң дүниеге ұл әкелді. Шақалақ әлсіз болып туылды. Айы күні жетіп туылмағандықтан біраз уақыт инкубаторға жатқызды. Бала тым әлсіз, бас сүйек қысымы бар. 1 ай бойы қатаң бақылауға алу керек, не нәрсеге де дайын болыңыздар, деп дәрігерлер біраз қорқытып қойды. Тасқын күнде мешітке барып, Құдайға сыйынып, дұға етумен болды. Тілегі қабыл болып, баланың жағдайы бір қалыпқа келді. Ұлының атын Мәди қойды.
Мәди 1 жасқа толғанша талма ауруымен жиі ауырды. Бас сүйек қысымы да жиі мазалайтын. Ата-анасы білікті деген дәрігерлерге жиі көрсетіп, үнемі ем-дом қабылдап тұрды. Мәди үлкен әулеттің көз қуанышына айналды. Көптен күткен бақытымыз деп, оны ешкім қолынан түсірмейтін. Содан бері 3 жыл өтті. Мәди менің нағашы інім. Қазір 4-те. Өзінен 2 жас кіші тентек інісі бар. Денсаулығы жақсы, өте ақылды, алғыр бала. Телефоннан оның тәтті даусын естіген сайын шүкіршілік етіп, ешқашан ештеңеден күдер үзбеу керектігін түсінемін. Үміт пен сенім барда баянсыз деме. Құрметті көрермен, арнамызға тіркеліп, лүпіл мен қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі шығарылым тек қана сіздер үшін.